Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сотбекқызы. Бүгін осындай 3 қана ингредиенттен тұратын дәмді болып шығатын мармелад жасайтын боламыз. Магазиннің мармеладынан кем емес, өте дәмді болып шығады. Балаларға жасап берсеңіздер мәз болып қалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Бізге керекті заттар шиенің соғы және де желатин және қант қажет болады. 3 қана ингредиенттен тұрады. Таза табағымызға біз ең алдымен соғымызды құйып аламыз. Қандай соқ болса да барлығы бола береді. Менде жаңағы шиенің вареньясы, мен оның үстіне кішкене су құйып осылай қылдым. Және оның үстіне шекер, сосын желатин салып, араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Бізде желатин суды өз бойына сіңіруі қажет. Сол кезде біздің мармеладымыз шығатын болады. Мінекей бізде 10 минут тұрды. Мінекей осындай қоюлықта болады. Біз оны баяу отта ерітіп алатын боламыз. Қайнатпаңыздар. Міндетті түрде ерітіп қана жылытып алатын боламыз. Мінекей осындай сұйықтықта болды. Енді біз оны алып, осындай силиконовый формаларға құятын боламыз. Сіздерде қандай силиконовый форма болса да бола береді. Мен бүгін осындай силиконовый формаларға құятын боламын. Кекстің формасы болса да болады. Осылай барлығына бірдей қылып құйып шығамыз. Өз қалауларыңызша жасайсыздар. Неке мен домалағына құйып алдым. Енді осы гүлдісіне құйып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Бізде мармеладымыз қатты болып, жақсы болып шығады. Неке бізде 1 сағат тұрды. Өте қатты болып мармелад болып шықты. Міне дәмді болып шықты. Осындай силиконовый форманың астын жан-жаққа қозғалту арқылы осылай алып аламыз мармеладымызды. Барлығын осылай тарелкамызға салып шығамыз. Менде силиконовый форма болғандықтан асты майлаған жоқпын. Егер де сіздер басқа да затқа құятын болсаңыздар, міндетті түрде астын майлаңыздар. Мінекей біздің мармеладымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде сөзсіз дәмді болып шығады. Балаларыңызды осындай тәтті тағамдармен қуантыңыздар. Магазиннің мармеладынан ешқандай кем болған жоқ. Бәріміздің қолымыздан келеді. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.